Қазақта қыз қонақ деп қыз баласын ерекше құрметтеп, бетін қақпай өсірген. Бүгінгі мейманымыз отбасылық психолог Ақан Мергенбаймен бірге қыз тәрбиесі жөнінде әңгіме өрбітеміз. Қайырлы таң, Ақан, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы осы қыз қонақ деген сөзді біз қазіргі кезде дұрыс түсініп жүрміз бе? Қыз қонақ дегеніміз енді қыздың өзінің үйінде уақытша адам екендігін білдіретін сөз. Яғни оны қонақ ретінде құрметтейді, оны бағалайды, оның ерекше мәпелейді қыз баланы. Бірақ бұл дегеніміз қыз балаға ешқандай бір жүктемей, ешқандай іске салмай, ешқандай нәрсеге жұмсамай, оны жатқызып қою деген сөз емес. Кейбір үйлерде бар енді өкінішке орай. Сол үйдің жеңгелері мен келіндеріне бүкіл істің бәрін артып, қыз балаға толықтай еркіндік беріп, яғни қыз қонақ қой, демалып алсын өзінде деген мағынада. Яғни бұл мәселені қыз бұл жердің адам емес, бұл оның уақытша жері. Негізі оның қыз жатжұрттық, оның тұрақты мекені келін болып түсетін жері деген мағынаны деп түсінеміз. Және қыз қонақ дегеніміз сол баратын жеріне оны дайындау. Соған оны тәрбиелеу, оған мысалға не үйрету керек болса, нені білдіру керек болса, соған мысалға ана көрген тәрбиесі деп жатады ғой енді, анадан тәрбие алу керек. Қазақта бір керемет сөз бар. Істегенің бізге жақсы, үйренгенің өзіңе жақсы деген. Сол үшін қызды шама келгенше іске салып, әртүрлі нәрселерді үйреніп, неше түрлі өнердің бәрін меңгерсе керемет емес пе? Барған жерде өзінің болашақта қызығын өзі көреді дегендей. Мерей үстем болады дейсіз. Барған жерде. Енді ата-ана мен қыз баласының арасындағы қарым-қатынас қандай болу керек? Енді ата-ана мен қыз баланың арасындағы қарым-қатынасты екіге бөліп қарастырсақ, тойға дейін, яғни тұрмыс құрғанға дейін және тұрмыстан кейін. Тұрмыс құрғанға дейін жаңа айтқанымыздай ата-анасы сырлас болу, ерекше көңіл бөлу қыз балаға, оны бір мәпелеу дегендей. Онымен санасу, ақылдасу, енді өзінің несімен жағдайын білу дегендей. Ал енді тойдан кейін. Тойға дейін жаңа айтқандай, қыз баламаға мынадай бір түсінікті сіңірсек. Сен баратын жеріңде сіңуің керек, сол жердің сен адамысың. Және бізге алаңдама, біз дуайымдама. Біз өзіміз өмір сүреміз, біздің сыртымыздан тек текші болсаң болды дегендей. Ал енді тойдан кейін, тұрмысқа бергеннен кейін қыз баланың өміріне араласпау. Және оның алдында да бұл тақырыптар қозғалған болатын. Және өзіміздің проблемаларымызды, мәселелерімізді оған айтып, о кісінің басын ауыртпаймыз, оны қинамаймыз. Өйткені қыз бала ұл баладан бөлек психологиясы білеміз. Оны басқаша қабылдайды. Қазіргі мысалы уақытта WhatsApp-та отбасылық чат деген бар ғой. Қыз бала өзінің жаңағы туғандарымен бір чатқа кіріп, анасынан бастап, соның бүкіл жаңағы егерде ит өліп қалса, сиыр базауламай қалса, немесе төбесінің жаңағы қораң төбесінен су кетсе, соның бәрін жаза береді. Ана жерде қыз уайымдап жүреді. Яғни мына жерде денесі болғанмен бір бөлігі ан жақта да ойының. Ол жақта күйеуін қоспайды ғой және де. Күйеуін қоспайды ғой. Күйеуін қоспауы мүмкін. Сол үшін қызды бердіңіз ба, чаттан шығарып жүру керек қой, еншісін берген кезде деймін. Енді отбасылық чат, енді оның пайдасы бар болуы мүмкін, бірақ зияны көбірек па деймін да оның. Өйткені мысалға бір жігіт айтады, үйіме келсем әйелінің көңіл күйі жоқ, екінші күні келіп дәл солай айтпайды не екен, сосын артынан білдім дейді. 4 күнде бір проблема болып жатқан. Яғни осындай бір зияны болып жатыр да біздің қоғамда. Кесір тиіп жатады дейсіз ғой. Және де сонымен қатар қыз баланың, жаңа айттық қой, қыз баланың басын ауыртпаймыз әртүрлі нәрселермен. Және оған жүк салмаймыз, бітті кетті ол. Оның көмегі сол жерде сіңуі, сол жерге барып жаңағы тамырын терең жаюы, сол жерге барып жаңағы өзінің кеткен жерінде қосағымен қосағарып, солардың тілін тауып, сол жерде керемет жар, керемет келін атану. Енді тағы бір мәселелер болады. Бір той болып жатады, жиын болады. Сол кезде айтады ғой балалардың бәріне, осынша ақшадан бәрін алып келін деп, ол қыздарына бәріне естиді. Шарт қоя ма? Немесе сондай бір талап қояды. Қиын да ол нәрселер. Егер қыз бала өзі ақша табатын болса, жарайды. Бірақ қыз бала ақша таппауы мүмкін, үйде отыруы мүмкін, баламен болуы мүмкін деген сияқты. Сондай мәселелерді ескеру керек па деймін. Енді таяқтың екі ұшы бар дейді. Бір жағынан енді ондай той болса, ол той күнде бола бермейді. Күйеу балалар көмектескені,
артық емес шығар. жоқ, күйеу балалар көмекте, онда күйеу балаға тікелей шығу керек та өзіне. Қыз қыз балаға арқылы Иә, емес қыз дейсіз арқылы ғой. емес. Енді осы жалпы сіздің ойыңызша қыз бала мен ер балаға бірдей талап қойған дұрыс па, бірдей тәрбиелеу керек пе, қалай қарау керек? Енді бұл қазақтың өзі әуел бастан қыз баланың тәрбиесіне бөлек қараған, ұл баланың тәрбиесіне бөлек қараған. Екеуінің не психологиясы да екі түрлі білеміз. Бірақ бұл жердегі бір жаңа айтқандай қыз баладан біз талап етпейміз. Мысалға дейік, тұрмысқа шыққаннан кейін болды, бізді уайымдама, бізге алаңдама, өзіңмен өзің бол, сол жердің адамысың сен деген. Енді бой жеткен қыз, жаңа Иә. ұлдарды айтып отырық, бой жеткен қыз тәрбиесіне нені ескеру керек ата-аналар? Бой жетіп, толысып тұрған, Тұрмысқа шықпаған дейсіз ба? тұрмысқа шықпаған қыз. Енді бұл үлкен өзінше мәселе. Енді қыз баланы қырық үйден тыю дейді ғой. Оның мысалға араласқан кезде кіммен араласатынын, одан кейін белгілі бір уақыттар қою. Мысалға дейік, мына уақыттан кейін үйден шықпау, оның достарымен танысу, оның қай жерде жүргенін білу. Яғни бұл қыз деген үлкен енді жолы жіңішке ғой қыздың. Сол үшін оған мысалы қалай болса сондай бір еркіндік беріп қоймай, белгілі бір қадағалап, жүріс-тұрысын бақылап дегендей қыз балаға ерекше бір тәлім тәрбие берілу керек па деймін да қыз балаға. Дұрыс айтасыз. Ақан, енді студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Осы кеңестеріңіз, айтқан кеңестеріңіз көрерменнің кәдесіне жарап қалады деген ойдамыз. Бүгінгі күніңіз жақсылыққа толы болсын әрине.